Бүгінгі видеоның тақырыбы жерлендіру немесе жермен қосу. Ол өте маңызды тақырыптардың бірі. Себебі жерлендірудің басты қызметі адамды электр тоғынан қорғау. Ең алдымен біздер жерлендірудің не екенін айтып кетсек. Жерлендіру дегеніміз электр қондырғының электрленбеген металл бөлігін жермен өткізгіш арқылы қосу. Оның басты қызметі адамды электр тоғынан қорғау. Қандай үйдегі қарапайым қондырғыларды жерлендіру қажет? Айтып кетейін. Міндетті түрде металл бөлігі бар. Мысалы, су қыздыратын қарапайым арестон, кір жуатын машина, немесе ыдыс-аяқ жуатын машина. Олардың металл бөлігі бар. Сондықтан да міндетті түрде жерлендіру қажет. Немесе микроволновканы да айта аламыз. Осы қондырғылар міндетті түрде жерлендірілуі керек. Жер мен электр қондырғының металл бөлігін қосатын өткізгішті қорғаныстық өткізгіш деп атайды. Оны схемада пен өткізгіші деп көрсетеді. Нөлдік өткізгіш дегеніміз ол рабочий ноль, яғни нөлдік өткізгіш. Оның түсі көк болады. Қорғаныштық өткізгіштің түсі жасыл, сары болады. Осы екі өткізгіш бізге осы видеоның жалғасында керек болады. Жерлендіру жүйесінің негізгі үш түрі бар. Ол ТН жүйесі, ТТ жүйесі, IT жүйесі. Бізге негізінен ТН және ТТ жүйесі керек. Осы видеода осы екі жүйені қарастырамыз. ТН жүйесінің негізгі үш түрі бар. Бірінші түрі TNC. Бұл жүйе төрт өткізгіштік жүйе деп аталады. Яғни КТП-дан 3 фаза және PN өткізгіші шығады. PN өткізгіш дегеніміз қорғаныстықты және рабочий ноль қызметін атқарады. Яғни осы екі қызметті бір кабель атқарады. Осы кабельді сондықтан да PN өткізгіш деп атайды. Бұл жүйе ескі совет үкіметі кезіндегі үйлерде қолданылады көбінесе. Бұл жерде үйге екі ақ кабель кіреді. Яғни екі өткізгіш кіреді. Фаза өткізгіш L3 мына схемада көрсетілген болатын бізде. Және де PN өткізгіші ғана кіреді. Бұл жүйенің басты кемшілігі, егер электр қондырғыда біздерде фазаның өткізгіші корпусқа тисе, автомат сөнбейді. Яғни біздерде мына жерде қорғаныштық қызмет мүлдем атқарылмайды. Сонымен қатар қондырғы кернеудің астында қалады. Бұл өте қауіпті режим. Сондықтан да бұл жүйеде нөлдеу қолданылады. Яғни қондырғының біздерде мына жерде металл бөлігі PN өткізгішке тікелей қосылады. Келесі түрі TNCS. Бұл жүйе дәл сондай жүйе. Осы схемада көріп отқаныңыздай дәл солай PN өткізгіші қолданылады. Бірақ бұл жерде TNCS-тің артықшылығы, біз үйге кірер электр шкафында PN өткізгішін екіге бөлеміз. Мысалы, міне от линии деп тұр. Линиядан келетін PN өткізгіш, оны шинадан екі шинаға бөлеміз. Нөлдік шинаға және PE шинаға N шина тек қана рабочий нөлдар келеді. Яғни қондырғыдан келеді. Ал мынау PE шинасына электр қондырғының корпусына қосылған кабельдер келеді. Осылай нөлденеді. Бұл жүйенің де кемшілігі бар. Егер станциядан келе жатқан PM кабеліне зақым келсе, құрылғының корпусында кернеу пайда болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жүйеге біздер қорғаныстық автоматтарды дұрыс орнатуымыз керек. Келесі жүйе бізде TNC-дің үшінші түрі, яғни TNS. TNS ол жаңа және қауіпсіз болып есептеленеді. Бұл жүйе 5 өткізгішті жүйе, яғни КТП-дан 5 өткізгіш шығады. 3 фаза
және нөлдік өткізгіш бөлек шығады. Яғни N және PE бөлек өткізгіш шығады. Бұл жүйе қазіргі таңда жаңа үйлерде сұранысқа ие десек те болады. Оның негізгі себебі PE кабелі подстанциядан бөлек тартылады, қорғаныштық, және нөлдік кабель подстанциядан бөлек тартылады. Бұл жүйеде үйге 3 өткізгіш кіреді, яғни L2 фаза өткізгіші, сосын N рабочий, нолевой өткізгіш және қорғаныс өткізгіші кіреді. Енді бізде келесі ТТ жүйесі. ТТ жүйесі ол үйдің қасында, жерлендіруді біз өзіміз орнатамыз. Яғни жер үйдің қасында шиналарды жерді қазып, мына суретте көрсетілгендей шинаны орнатып, яғни металл шинаны орнатып, сол шинадан үйге өткізгіш тартамыз. Өзіміз жерлендіруді үйде қолмен жасай аламыз. Бұл жүйені біздер TNC жүйесімен бірге қолдана аламыз. Яғни КТП-дан бөлек жерлендіру PE кабель келмесе, өзіміз искусственный жерлендіру жасап алуымызға болады. Бірақ ТТ жүйесінде міндетті түрде УЗО автоматы тұруы керек. Онсыз ТТ жүйесін қолдануға болмайды. DIF автомат немесе УЗО тұруы міндетті.